Не толқытса, соның мұңын тартасың, аурухана, ауласында шытырлатып картасын, жанарында әзіл ойнап жарасты, маған бір қыз балашты. Науқастан ба, ерініңіз кезерген, жазыласыз, налымаңыз бекерсіз, әйтсе де ел қауымына ежелден, немқұрайлы қарамайды екенсіз, сүйуді сіз ерліктеп те айтасыз. Онсыз ақын боларсыз ба ойерген, бірақ та сіз абайлаңыз, байқаңыз, бағыңыз да, сорыңыз да әйелден. Бәрекелді, өркен жайсын талабың, сәуегей сен боп жүрме қаланың, бұл түріңмен сығандарды жұмыссыз қалдырасың, қарағым, дедім күліп. Бірақ қызың байсалды, әзіл сөзі маған біраз ой салды. Дүниеге қан тамырдай тарайтын жер бетінде әйел жайлы ертек көп. Әйелдерге немқұрайлы қарайтын еркекті мен санамаймын еркек деп. Қайғашанда сұлулықтың жолымыз, әйел біздің әзиз байлық қорымыз, әйел біздің тағдырымыз болған соң, белгілі ғой, бағымыз не, сорымыз. Қыз сұлулық әлсіздердің қызғанышын маздатқан, ал қызғаныш құрды деп кім айталады азғақпан. Бір әйелге бола, кейде ел менен ел жауласқан, жер жастанған боздақтар. Оған куә, анау төбе томпиған, анау шыңдар құлақтары қалқиған, сан ұрпаққа тұлға болған ақындар. Бір әйелдің намыс үшін жан қиған, мағынасыз жылтырақты сақтамайды елесте, жалын болып жылу болмау, әйел болып сұлу болмау, табиғатты алдаумен тең емес пе? Гүлзар әйел сұлулықсыз баққайда, шын сұлулық тереңдікте жатпай ма? Қайырлатқан талай ердің кемесін, саясыз көлге шашылмағай шұғылаң, тереңдігі жоқ әйелдің қорқу керек сыртқы сұлулығынан. Әйел еркек намысын қорғаны, нағыз сұлу әйел алу, бүкіл еркек атаулының арманы, нағыз сұлу әйел үшін қажет кезде жан қию, бұл жігіттік кодекстің жазылмаған тармағы. Бірақ, талайлардың бақыт алыс зорынан, бұл кез келген бөріктінің келе бермес қолынан, ерлік семсе, азаматтық семеді, үлкен ерлік, үлкен күшке келеді. Маған ғашық бір әйел бар, ол әйел менде сондай күш барына сенеді.